Саламатсыздар ма студенттер? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Тұрахметов Наурыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шойын мен болат алу үрдісінің мәні. Сабақтың мақсаты оқушыларды шойын мен болат түрлерімен таныстырып, оның қалай алынатынын үйрету. Шойын жақсы құйылатын қасиеті бар темір мен көміртектің қорытпасы. Темірдің көміртек, марганец, кремний, күкірт, фосфор, кейде басқа да элементтер қосылған қорытпасы. Шойында көміртек темір карбиді түрінде байланысқан күйде болуы мүмкін. Шойын темір кендерін домна пештерінде балқыту арқылы алынатын өңдеудің бастапқы өнімі. Қолданылуы мен химиялық құрамына қарай шойын қолданбалы, яғни болат қорытуға арналған шойын, құйма шойын, арнаулы шойын болып бөлінеді. Шойын құймалардың сапасын жақсарту үшін аз ғана мөлшерде түрленгіш қосып түрлендіру және шойынды әртүрлі элементтермен қоспалау қолданылады. Шойын түрлері: ақ шойын карбид түрінде көміртек құрамына кіретін, түсі күңгірт ақшыл болатын шойын. Домна шойыны домна пешінде балқытылып алынған шойын. Соғылмалы шойын құрамына жапалақ түрлес графит кіретін және ақ шойынды босаңдату нәтижесінде алынатын шойын. Сұйық шойын домна пешінде немесе шойын пеште қорытылған шойын. Шыңдалған шойын механикалық қасиеттері жағынан сор шойын мен болат аралығына сәйкес келетін шойын. Сор шойын тілімшелі графит түріндегі көміртек едәуір дәрежеде немесе толық бос күйде болатын шойын. Шар тәрізді графитті беріктігі жоғары шойын. Беріктік көрсеткіштері жоғары шойын. Шойынды домна пештерінде алады. Домна пешінің биіктігі 25-30 метр, екі диаметрі 6 метр. Іші отқа берік кірпіштермен қаланған. Темір кендері негізінен оксид болғандықтан оларды көмірмен тотықсыздандырады. Бірақ балқыған темір өз ішінде көмірді ертеді. Сондықтан тотықсызданған темір таза түрде емес, ішінде еріген 1,17-5% арасындағы көміртек және басқа қоспалары бар қима түрінде шығады. Ол қима шойын деп аталады. Шойында көміртектен басқа күкірт, кремний, фосфор, марганец, тағы да басқа элементтер болады. Болат дегеніміз темірдің көміртегі және басқа элементтермен қосылып жасалған деформацияланатын қорытпасы. Болат алу дегеніміз шойыннан көміртекті оны қышқылдандыру арқылы шығару болып табылады. Онымен ілесіп кремний, марганец, фосфор да шығады. Күкірт өте қиын өңделеді. Сондықтан болат алу үшін күкіртсіз шойынды пайдаланады. Домна үрдісімен салыстырғанда шойынды болатпен өңдеу өте жоғары температурада орындалады. Өйткені болат шойынға қарағанда ауыр балқиды. Температураны негізінен қоспалар күйген кезде бөлінетін жылу есебінен көтереді. Көміртегі жанғанда жылуды өте аз береді. Сондықтан температураны көтеруді қамтамасыз ете алмайды. Жылуды қосымша сырттан да беруге болады. Болатты конверторларда мартин пештермен балқытылған шойынға үрленетін оттегі көміртегі мен қоспаларды тотықтырады. Бірақ үрдіс соңында көміртегі мен қоспа құрамы төмендеген кезде темірдің тотықтануы басталуы мүмкін. Темір оксидтері шылаққа айналып, жұмсара отырып, ішінара болатта ериді. Болат өндірісі: Қарағанды металлургия комбинатының болат табақ прокаттау цехтарын металмен қамтамасыз етеді. Мартин және конвертер цехтары бар. Мартин цехы алғашқы балқыманы 1964 жылы 10 қаңтарда берді. Цехта 2 пеш бар, әрқайсысының шөгіндісі 650 тонна. Нөмірі 1 домна пештерінде қорытылған шойыннан және металл сынықтарынан болат балқытылады. Олардың ара қатынасы тиісінше 65% және 85%. Қоспалары: әктас, боксит, әк. Негізгі өнімі прокат алу үшін болат құймалар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.